Баршаңызға ассалаумағалейкум, алтындарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің баламның туылған күні. Ой, пәләй, 100 подписчигім неге отыр, тойламай деп қоясың арасында. Бүгін молочная девочка тортын әзірледім. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге жұмыртқа, сары май, разрыхитель, ұн және де сгущенка қажет болады. Менде 3 желания сгущенкасы өте дәмді, сапалы. Міндетті түрде дәмді, сапасы жақсы сгущенканы қолданыңыздар. Сонда торттарыңызда дәмді болып шығады. 2 жұмыртқамызға жаңа сгущенкамызды құйып алып, жақсылап араластырып аламыз. Толықтай құямыз, ешқандай да сгущенка алып қалмаймыз түбіне. Барлығын құйып, осылай венчикпен араластырып аламыз. Қажетті құрамын описанияға жазып қоямын. Сол жерден қарап жасаңыздар. Тез дайын болатын торттардың бірі, және де құрамы да өте қарапайым ғана. Сонымен қатар достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Жақсы пікірлеріңізді қалдырып, жақсы лебіздеріңізді қалдырып отырыңыздар. Видеоларым ұнаса, жақындарыңызға, туысқандарыңызға таратып, каналыма атсалысып көмектесіп жіберсеңіздер, алдын ала рахметімді айтамын. Ендігі кезекте ұнымызға разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Сары майды үй бөлмесінде ерітіп алсаңыздар да болады, немесе микроволновкада жай ғана аз ғана секундта ерітіп алсаңыздар болады. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп барып салатын боламыз. Барлығын бірдестен салмаймыз, 2-3-ке бөліп саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп отырыңыздар ұндарыңызды. Сонда торттарыңыз әдемі көтеріліп піседі, корждары. Жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай да ішінде комочек, еш нәрсе қалмау керек. Мінекей осындай қою болып шығады. Ендігі кезекте пергамент қағазымызды дайындайтын боламыз. Қажетті формада сызып алыңыздар. Осылай соған 2 ас қасық тестамызды құйып жаятын боламыз. Жұп-жұқа етіп жағып шығамыз. Менде осындайдан 6 корж шықты. Диаметрін кішкентай қылып жасасаңыздар, одан да көп корж шығады. Мінекей жағып алдым. Енді 170-180 градуста 5-7 минутта пісіріп аламыз. Кремне, творожный сыр, сливки және сахарный пудра қажет болады. Арасында осындай малинаның жемін қосамын деп шештім. Сонымен қатар біздің корждарымыз пісіп шықты. Кезек-кезек қамырын, сосын кремін салып, осылай толықтырып алатын боламыз. Яғни тортымызды жинап аламыз. Жинап алғаннан кейін беткі кремін жағып 2 сағатқа холодильникке қойып, онан кейін қалауларыңыз бойынша сәндеп шығарасыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менде осылай сәнделіп шықты. Ас болсын.